Аяқтың ауруы көбіне елеусіз өтетін жағдай. Себебі аяғымызды кішкене созып отырсақ, немесе аяғымызды жоғары көтеріп отырсақ та ауырғаны басылады. Алайда аяқ ауруына мән бермей жүре беруге болмайды. Себебі аяқ ешқашан себепсіз ауырмайды. Қандай да бір дерттің алғашқы белгілері болуы белгілі жағдай. Әсіресе тізенің төменгі тұсы, яғни жанның ауруы адам денсаулығы үшін қауіпті. Аяқтың ауруына өздеріңіз білетіндей, адамның қаны әртүрлі микроэлементтерін толтырған. Бұл ағзаның дұрыс жұмыс істеуі ықпал етеді. Ал қанды қажетті элементтерін толтыру үшін күнделікті тұтынатын тағамға, жеміс-жидекке, көкөніске көңіл бөлуіміз керек. Оған қоса ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытыңыз. Ал бұл заттардың тапшылығы көптеген дерттің себепші болуына тудырады. Мәселен, ұзаққа созылған диета, асқазан ішек жолдарының жұмыс істемеуі, асқазанның қоректі заттары жоғалтуы, кальций мен магнийдің жетіспеуі, физикалық күш салу, аяқ бұлшықеттерінің қабынуы, және де варикоздың кеңеюі, және де алкоголизм, яғни шылым шегу, тәуелдік болуы, қант диабетінің ауруы болып табылатын болады. Аяқ ауруын дер кезінде емдемесе, аяқтың жұмсақ тіндерінің қысылуы, аяқ тамырларының, яғни кез келген сүйек бұлшықеттері жұмсақ тінде қатерлі ісікке дамуы ғажап емес. Аяқ ауруына себеп болатын жағдай варикоз. Сіздің аяғыңыз көзге көрініп тұрған варикоз жоқ шығар, алайда ілініп қарасаңыз, варикоздың жұлыншалары торды ісініп тамырларды көре аласыз. Бұл кезде аурудың оң немесе сол аяққа емес, екеуіне бірдей ауырлық сезімі тудырады. Көзге үріп көрінбегенмен дәрежесі ауыртады. Егер сіздің аяғыңызда варикоз болды, кешке аяғыңыз қатты шаршайды, ісінеді, кейде құрсатын болады. Микроэлементтерінің жеткіліксіздігі. Аяқтың ауруын анықтау үшін көптеген тексеруден өту керек. Тіпті элементтерінің жетіспеуі аяқты ауыртады. Нақтырақ айтқанда, кальций мен магний, кальций тапшылығының аяқты ауыртатын болады. Сүйек ауырған кезде ауырсыну сезімі аяқта байқалады. Сіз бірден сүйектің ауырғанын сезбейсіз, аяғыңыздың ауырғанына шағым жасайсыз. Шын мәнінде сүйек ауруларының зардабынан аяқ шаршайды, қақсайды. Оны өз бетінше сіз емдей алмайсыз. Міндетті түрде дәрігердің кеңесін алып, қажетті ем-шараларды қолдансаңыз болады. Қант диабеті бұл аурулар көптеген дерттің дендеуіне себепші болады. Қант диабеті ауруларын анықталған науқас дәрігердің нұсқауымен ем қабылдап, азықтануы тиіс. Егер ережені бұзатын болса, бұл аурулардың мың ауру қосатыны анық. Сол секілді бұл дерт көбінесе аяқты ауыртып белгі беретін болады. Әр адам өз денсаулығы өзінің қолында. Сондықтан достар, денсаулығымызды күтейік, аман болайық, және де мені қолдап кетіңіздер, лайк басыңыздар, маған тіркеліп өтіңіздер. Рахмет.